Біз Құдай қаласа бір керемет дәстүр қылмақшымыз. Сол дәстүрімізді сөз соңында айтып кетермін, ұмытпай тұрып. Ал енді қуанышыммен бөлісейін. Құрметті жақсылар, біздің бірнеше баламыз Құран тәмамдады. Сол азаматтарды мен ортаға шақырып, сый-сияпаттарын ұсынғым келеді. Солардың сыйларын маған дайындап берсеңіздер, кімге қандай сый беріледі? Бірінші, Құранды бір бітірген азаматтарымыз. Құран-и Каримді бір жаттап, кәміл бітірген ұстазынан, яғни бітірді. Бата алып, арғарай баспалдаққа, екінші баспалдаққа көтеріп, қари атанбақшы болған азаматтарымыз бар екен. Сол азаматтарымызды біртіндеп мен алға шақырсам, Садық Асан деген балапанымыз Құранды бір бітірді. Бір жаттап бітірген шәкірттеріміз. Ассаламу алейкум. Екіншісі Садық Мұхаммед Әмин. Бұл балапандарымызда иншалла Құранды бір бітіріп алды. Құдай қаласа әлі бүкіл болашағы бұлардың алдында. Бұлар енді бұның Құранды енді толық меңгеріп, қайта-қайта оқу арқылы бір отырыста көп-көптен оқуға машықтанады. Және үшіншісі Бабаханов Азатбек деген бауырымыз. Осы балапандарымызға сый-сияпат берейік, иншалла. Аллахым осы Құран жолындағы әрекеттеріңізді, жаным балапандар, Құран жолындағы әрекеттеріңізді жеңілетсін. Жаттап атқан Құрандарыңызды өздеріңізге амалмен орындауды нәсіп етсін. Құран сіздердің мінез құлықтарыңыз ең жақын сырлас достарыңыз болсын дегім келеді. Талмаңыздар. Иншалла ұстаздарыңыздың етектерінен ұстанып, солардың айтқанын істеп, үлкен-үлкен елімізге қызмет ететін азамат болыңыздар дегім келеді. Алла тағала әрбір басқан қадамдарыңызға жақсылықтан жауап берсін.